Сәлем достар, бүгін сіздермен гречканың диетаға пайдасы жайлы ақпаратпен бөлісеміз. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басыңыз. Қарақұмық жармасы аса пайдалы тағам. Оның құрамы ақуыздарға өте бай болып келгендігімен салмақтың артуына ықпал ететін көмірсутектері аз. Әдетте диета сақтауды әдетке айналдырған нәзік жандыларымыз түрлі жармалардан бас тартып жатады. Бұл дұрыс емес, өйткені артық салмақты азайтатын жарманың да жармасы болады. Соның бірі қарақұмық жармасы. Қарақұмық бауыр мен ішекке өте пайдалы және холестериннің деңгейін азайтады. Жарма күйзеліске, құрсақ қуысының сырқаттарына қарсы тұруға көмектеседі. Оған қоса қарақұмық асқазанға тез сіңіп кете қоймайтындықтан ұзақ уақыт бойы қарын аштырмайды. Диета кезінде салмақты азайтады екен деп бет алды қарақұмық жей беруге де болмайды. Қарақұмықтан тез шығып қалуыңыз әбден мүмкін. Олай болмас үшін жеміс-жидектер жеп, майлығы төмен йогурттардан дәм тартып тұрған артық болмас. Кешкі сағат 6 тамақ ішуді тоқтататын мезгіл. 6-да аузыңызды бекітіп қойған соң асқазаныңыз тамақ сұрап қоймаса, онша майлы емес 1 стакан айран ішуге болады. Ең бастысы ұмытып барамыз. Ол қарақұмық ем дәмін дайындау. Ол үшін кешке қарай 1 стакан қарақұмыққа 2 стакан қатты қайнаған суды құяды да жақсылап қымтап, жауып түнге қалдырады. Тұз не болмаса басқа да ас мәзірлерін қосудың қажеті жоқ. Майлығы аз айран немесе соя тұздығын қоссаңыз болғаны. Қарақұмық диетасын сақтаудағы ұзақтығы 2 апта. Содан соң міндетті түрде 1 ай үзіліс жасап қажет. Сіздермен ақпарат бөліскен Адам Әнтаған каналы. Денсаулықтарыңыз мықты болсын.